Ассалаумағалейкум достар. Так, бүгін ана TikTok'та қазір хит болып жатқан стрим ашу деген бар ғой. 100 подписчикпен стрим ашу. Соны қалай ашамыз? Ол үшін не керек? Сол жайлы сабақтар болады. Так, бізге осындай 2 программа керек болады. Дәл осындай 2 программа керек болады. Соны установка жасаймыз. Установка жасалды. Разрешить, согласиться, мына жерден білмеймін, пропустить дегенді бассаңыз да болады. Текстті басамыз. Ок. Так, мына жерде болды, осылай тұрады. Дальше ештеңе қозғамаймыз. Енді екінші файлды установка етеміз. Так, открыть. Регион деген жерге Япония деген таңдаймыз. Так, Жапонды таңдаймыз. Сосын запустить TikTok. Болды. Осы жерден, мысалы, кімге ашып берейін деп жатсыз TikTok. Соның аккаунтын тересін мына жерге. Мына жерде Жапон деп тұр ғой. Осыны русскийге өзгертеміз. Россия. Мына жерге логин жазамыз, мына жерге пароль жазамыз, сосын войти дейміз, болды, стрим ашыла береді солай. Осы программамен кірсең, стрим ашыла береді. 100 подписчик болса болды. Қазір мен мысалмен көрсетем, қалай ашқанымды басқаларға. Видеоны соны қараңдар. Так, мына жерде жаңа установить еткен TikTokқа кіреміз. Сосын мына жерде номер жазатын жерге Россия деген таңдаймыз. Сосын почта деген жер бар ғой, сол жерге логин жазамыз. Мына жерге пароль жазамыз. Сосын войти дегенді басамыз. Мына жерде мынаны былай жылжыту керек болады, осылай жылжытып. Войти дегенді басамыз. Міне болды, кірді. Енді стрим пайда болады, ортадан басып қазір көрсетеміз. Стрим пайда болды. Болғаны басқа қиын ештеңе жоқ.